атты спектакль концертімізді тамашалаңыздар. Құрмет, қошемет сіздерден болсын. Дәулен ай деген, бұл кезде мен хат жазушы бол едім. Мына хатта 77 жылдық ғұмыр бар. 77 жыл бойы жігерімді жаныған, жүрегіме қан, жаныма жан қосып, қанатыма қанат бітірген тылсым күш пен рух бар. Әр жолында тарих, әр сөзінде тағдыр, әр әрпінде ар намыстың рухы бар. Бейғам халық, бейбіт күн. Ағам мектеп бітірісімен-ақ колхоздың егіс алқабында 2 жыл механизатор болып жұмыс істеді. Ендігі үлкен сапарға, оқуға аттанам деп жүрген кезі 1941 жылдың маусым айы. Ағам бұл күнді ұзақ күткен, аңсаған арманына жетуге қол созым уақыт қалғандай сезініп, өзін қоярға жер таппай, тағатсыздана толғайтын. Міне, сол күнде келіп жетті. Бірақ дәл сол күні, бұлтсыз ашық күні, аспаннан төбесіне жай түскендей болды. Ар жағы құдды бір көрген түстей. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами! Майданның алғы жебінде
батальон. Отпускай ярла
төбетін тымақтай сілкіп жүрмісің. Қайтейін, қарғамау, сені аялап өсіріп, енді азамат болғанда, ажалмен айқасуға шығарып салам деген ой, үш ұйықтасамда түсіме кірді екен. Бүгін таңға жуық көзім ілініп кеткен екен. Дәл құлағымның түбінен, апа, уайымдама, мен жеңіспен ораламын деген дауысы естілді. Анық естілді. Иә, жарығым, тілегім қабыл болғай, жарығым. Өйткені сен біздің ошақтың ғана емес, мына қалың еліңнің үмітінің сәулесін жағуға тиіссің. Білем, мұндай қан төгіс құрбандықсыз болмайды. Бірақ менің үмітімнің сәулесі сен сөнуге тиісті емессің. Сенімен түгіл мына үйдің іргесіндегі өзің су тасып жүріп салған жалғыз аяқ соқпағында күтеді. Сені ана балақанынан қанып беріп үйреткен қасқа құлының да сағынып, іздеп, кісінеп қояды. Тіпті мына тозығы жеткен есікте желпіткен желге сен келгенде сықырлап ашылады. Иә, сен келесің, қайтар жаудың бетін, сен жеңіспен ораласың. Мен сол күнді күтемін, құлыным. Өлең кетеді ме? Әлесінде біледі жұрт, біледі. Ел басына қатер төнген жыл еді. Қимастарым қан майданға ұзатып, аналардың жүрегі. О, аналар, осындайсың бәріңде, осындайсың жасында
жарымды қоюлығымен қорғай жүр. Жаным, сезесің бе? Мен сенің жолыңа ай болып, нұр төгем. Жарық дүние, сенің мынау түнгі жарығың менің жарымның сезім сәулесі секілді сөндіре көрмеші. Мен сенің тынысыңды түннің тылсымынан, жанымның шуағын атқан таңнан сеземін. Шығарып салған күн менің әлі есімде, аналардың зарынан құлақ тұнған, алдымызда беймәлім сынақ тұрған, сен жәудіреп қол бұлғап қалғаныңда жүрегімде жапырақ жылап тұрған. Өміріме сыңар болып таңып кеткен сезімің, жүрегіме тұмар қылып тағып кеткен сезімің, менің темір қасығым. Шіркін өмір, мұнша неткен келістен, сынағына қарай алам мен үстем, махаббатым сыналса да жылдармен мәң өзіңді күтуге мен келіскен. Сенесің деп жазған оюлы хаты бар. Жауынгер жарым сенесің деп жазған оюлы хаты бар. Ағама не беріп жүрсем екен, Нұркен ағам мына торсық пен қымыз ішкенді жақсы көруші. Жетем дегенше ашып кетпес пе екен, әттең керек болса мына жанымды шүберекке түйіп ақ беріп жіберерім. Бірақ әттең ол да мүмкін емес. Анам болса майдан даласына құрт, ірімшік, жемдер дайындап жатыр. Ал жеңгем болса ағам тоңып қалмасын деп жейдесін, қалың киімдерін, сырт киімдерін дайындап жатыр. Ал мен болсам қымызды беріп жіберейін. Ағам мәз болып қалар. Мінекей, мынаны Нұркен ағама жеткізіңіздерші. Інісінен, ауылдан, елден сәлемдеме болсын. Жолдарыңыз болсын. Аман есен жетіңіздер. Елден сәлем болсын. Айтқан жоқ қыз мен.
Мендегі деп ат айтқан жоқ па? Нұркен, Нұркен енді бауырының сәлемдемесін ала алмайды. Ол енді мәңгі оралмайды еліне. Ол енді жарын құшып, баласын сүйе алмайды. Ол енді туған жердің төсіне тұлпар мініп көкпар тартпайды. Оның ат жалын тартып азамат болғанын да көрмейді. Кешегі қанды шайқаста мерт болды. Ол қаруластарын құтқарды. Өз ерлікпен қаза тапты. Кек сақтап жүректерінде, от сақтап сүйектерінде, өмірге өзін әрім беріп, көз жұмды ол мәңгілікке. Жеңісті жақын еткендер, тым ерте сөніп кеткендер, сөнбейтін алау барына мәңгілік сеніп кеткендер. Ел үшін құрбан болғандарың үшін, мәңгілік үнсіз қалғандарың үшін, мәңгілік от боп жанғандарың үшін, ес қалып бір минут үнсіз тұрайық. Саусақтарым күннің күнінде мылтықтың шіріппесін баса-баса сүйелденеді деп кім ойлаған. Хобданың суында еркелеп жүзіп бақытты жүрген күндерімді соғыс ұрлайды деп кім ойлаған. Шыбынды шүберекпен қуып жүріп өлтіруге қимайтын ет жүрегім қорғасын бұл оққа айналады деп кім ойлаған. Қолым менің қанға малынды, бірақ мен адам өлтірген жоқпын. Адам кейпін жамылған хайуанды өлтірдім. Фашизмге оқ аттым. Бәрі де жеңіс үшін, болашақ үшін, отан үшін.
салған жарасы зілдей ауыр еді. Мен күні бойы ағам аман есен келсе екен деумен болатынмын. Мен көп күттім сол күнді. Зарыға анам күтті. Жәутеңдеп жеңгем күтті. Бүкіл халық күтті. Келді. Келді сол күн. Жетті жеңіс күні. Келді сол күн. Бірақ мен ол күні ағамның мойнына асыла алмадым. Орден, медаль толы кеудесін қыса алмадым. Мен бұл күні ерлікпен қаза болған ағамның қалтасында қалып қойған соңғы хатын оқып жыладым. Жыладым да жұбандым. Жеңіс жетті деп қуандым. Ағамның аңызға айналған ерлігіне сүйіндім. Бірақ сағынышымда баса құшақтап, емірене сүйе алмағаныма күйіндім. Бұл хатта қан мен тердің иісі, жеңістің желбіреген жалауы, сенімі сөнбеген жүректің алауы бар. Бұл хатта асқақ арман мен қасиетті аманат бар. Ол бейғамда бейбіт күн. Алапат айқас біткен күн. Жеңістің туын тіккен күн. Бақыт пен мұң шер аралас жетті ғой елге. Жетті ғой елге. Күткен